Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай үлбіреп тұрған ерекше дәмді жұмсақ дастарханыңыздың сәнін ерекше ашатын бауырсақтардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең басты керегі жылы сүт пен жылы суымызды осылай қамыр илейтін ыдысымызға құйып аламыз. Енді үстінен алдын ала өлшенген 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Толықтай еруі керек. Енді осының үстінен тағы да 1 шай қасық ашытқымызды салып, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. 15 минуттан кейін ашытқымыз көтеріліп ашиды. Неке достар, енді осының үстіне 1 шымшым тұз саламыз. Және де алдын ала ерітілген сармайымызды құямыз. Және де бауырсағымыз жұмсақ, үлпілдек болу үшін қаймақ қоссаңыздар болады. 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Толықтай араластырып, қаймағымызды осының ішінде ыдыратып алуымыз керек. Неке толықтай араластырдық. Енді осының үстіне құрғақ ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Неке достар, барлық ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Барлық керекті заттардың ингредиенттерінің көлемі видеоның төмен жағында жазылған, сол бойынша жазсаңыздар болады. Неке қолымызбен біріктіріп, қамырымызды илеп алдық. Енді бұны бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерде ашытамыз. Неке достар, біздің қамырымыз ашыды, толықтай ашыды, өте жақсы, өз бабында өте әдемі болып ашыған. Неке достар, енді осыны ыдысымыздан түсіріп, бауырсағымызды дайындауға көшеміз. Егер қолдарыңызға жабысатын болса, сәл құрғағын сеуіп жіберсеңіздер болады. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Екеуін де осылай дөңгелектеп, сәл басып аламыз. Достар, неке екеуін де дөңгелектеп дайындап алдым. Енді бұны сәл 5 минутқа қоя тұрамын. 5 минуттан кейін өзі көтеріліп, тағы да жұмсарады. Неке достар, 5 минут уақытымыз өтті. Енді осыны қамырымызды оқтаудың көмегімен жақсылап жаямыз. Қамырымыз өте жұқа немесе өте қалың болып кетпеуі керек, өз бабында болу керек. Қазір видеоны сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер қамырдарыңыз жабысып жататын болса, өте жұмсақ болса, осылай құрғағын сеуіп жіберсеңіздер болады. Қамырымыз өте жұмсақ, өз бабында ашып, өз бабында көтерілген. Неке қалыңдығы осылай болады. Енді бұны арнайы кескіштің көмегімен немесе әртүрлі стакандардың көмегімен осылай дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Формасын өздеріңіз білесіздер. Кейбіреулер 4-1 қып кескенді ұнатады, 4-1 бауырсақ қып. Әрине, бұл сіздің өз еркіңізде. Неке достар, осылай барлық бауырсақтарымызды осылай формасын жасап, кесіп дайындап аламыз. Неке достар, мен осылай бір ыдысқа салып, қазір майымызды қыздырамыз. Май қызғанша 10 минутқа осылай бетін жауып қойып қоямыз. Неке достар, 10 минут уақытымыз өтті. Жаңағы бауырсағымыз осылай болып көтерілді. Енді бұны қызып тұрған майда осылай пісіреміз. Басында майымыз қатты қызып тұруы керек. Бауырсақты салғаннан кейін сәл температураны түсіреміз. Қатты қызарып кетпес үшін.
Мінекей достар, астындағы қызуын сәл баяулатамыз. Мінекей достар, бір жақ беті толықтай пісті. Енді екінші келесі бетін ауыстырамыз. Мінекей бауырсағымыз топ-томалақ болып, өте әдемі болып пісіп жатыр. Келесі беті піскеннен кейін енді бауырсағымызды сүзіп аламыз. Мінекей достар, барлық бауырсақтарымызды осылай пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз толықтай пісті, үлбіреп, жұмсақ, топ-томалақ болып, өте әдемі болып көтеріліп пісті. Осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаса, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, комментарий қалдырып, лайк басып, және де YouTube арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Және де видеоның жоғары жағында көрсетілген Instagram парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.